Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқаға арнап көкөністерден дәмді салат жасайтын боламыз. Қыс мезгілінде бұл салат таптырма салаттардың бірі, дәмі керемет. Бұл салатты мен әсіресе нанмен жегенді жақсы көремін. Достар, каналымда бұдан басқа да көптеген рецепттер бар. Кіріп қарасаңыз болады, және каналыма тіркеліп, қалық көшік белгісін басып кетуді ұмытпаңыз. Бізге бұл үшін 2 келі қызанақ, 1 келі пияз, 1 келі тәтті бұрыш, 1 келі сәбіз керек болады. Сонымен қатар 9% уксус қолданатын боламын. 300 грамм қант, 100 грамм тұз және 1 стакан жарым күнбағыс майы, лавр жапырағы, қалампыр және қара бұрыш керек болады. Алдымен көкөністерімізді кесіп дайындап аламыз. Бірінші тәтті бұрышымызды тазалап, салымқы етіп кесіп шығамыз. Келесі пиязымызды да жартылай сақиналы етіп кесіп турап шығамыз. Сәбізді ұзынша етіп кесіп, салымқы етіп турайтын боламын. Қаласаңыз, үккіштен өткізсеңіз де болады. Келесі қызанақты да видеода көрсетілген етіп турап шығамыз. Міне көкөністерімізді турап болдық. Енді ыдысымызға 1 стакан жарым күнбағыс майын құятын боламыз. Күнбағыс майының үстіне сәбізімізді салып, 5 минуттай қуырамыз. Бетіне туралған пиязымызды салып араластырамыз. Келесі тәтті бұрышымызды салып, тағы да араластырамыз. Енді дәмдеуіштерін саламыз. 10-15 шақты түйіршіктелген бұрыш, 5 түйір қалампыр, 2 немесе 3 түйір лавр жапырағы. Бетіне қызанақтарымызды салып араластырамыз. 300 грамм қант, 100 грамм тұзымызды салып араластырамыз. Және де бетіне 4 стакан қайнаған су құйып араластырып, орта отта 40 минут қайнататын боламыз. Қақпағын жауып қоямыз және әлсін-әлсін араластырып тұруды ұмытпаймыз. Пісуі жақындағанда 9% уксустан 6 ас қасық құйып араластырамыз. Міне достар, біздің салатымыз дайын. Енді салатымызды алдын ала стерилденген банкімізге құятын боламыз. Ыстықтай күйінде салатқа арналған банкілер 1 литр немесе одан кішілеу банкі болғаны дұрыс. Және де ыстықтай күйде құюыңыз керек. Қақпағымызды да алдын ала стерилдеп, басып тастайтын боламыз. Міне достар, менде 5 литрдей шықты. Литрлік банкілерге жаптым. Өте дәмді шығады. Қыста жегенде таптырма салаттардың бірі. Сіздер де осы рецептті жасап көріңіздер. Достар, менің каналымда бұдан басқа да рецепттер бар. Кіріп қарасаңыз болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, төменге өз ойларыңызды қалдырып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.